Бәріне сәлем, Қамажайдан тоқыма каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге узору жұлдызша тәрізді осындай әдемі тапочкиді тоқып үйренетін боламыз. Көп қыздар бұл тапочкиді ақылы түрде үйренген болатын, ал мен сіздерге тегін бәрін нақты көрсетіп үйрететін боламын. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қандай да сұрақтарыңыз, алғыстарыңыз болса, комментарийға жазып қойсаңыздар болады. Және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басқан ханымдарға бірінші болып сіздерге менің әрбір жүктеген мастер-класс сабақтарым хабарлама ретінде келетін болады. Енді бұл мастер-класс бізде 2 бөлімнен тұратын болады. Бұдан бөлек менің каналымда білесіздер, бұл тапочки ғана емес, тапочкидің басқа да түрлері бар. Көшеге киетін, үйге киетін, неше түрлі тапочкилардың тоқылу тәсілімен көрсетіп үйреткен болатынмын. Ал ендеше іске сәттілік. Енді қыздар, мен сіздерге бірінші тапочкидің табанын жайлайтын. Табаны менде осындай Қытайдан алынған 39 размер, бірақ бұл бізге мен 38-ге 39 болады деп алған едім, бірағында кішкентай, бір размерге кішкентай болды. Яғни сіз 38 кисеңіз 40 аласыз. 2 размерге маломерка болып жүреді екен. Осындай тапочкиді алып тоқыдым. Арнайы мынандай шетінде өзінің тоқуға болатын тесіктері бар. Сосын жіп менде мынандай. Кез келген жіп болады, бірақ құрамы 10% жүн, ал 90% акрил болу қажет. Және де мына жерде көріп тұрсаңыздар, қараңыздар, жылтырап, мынандай жылтырап көрініп тұр ғой, сым сияқты арасында жылтырақ жібі бар, осындай сым сияқты көрініп тұр міне. Сондай жылтырағы бар жіп алудың қажеті жоқ, өйткені тоқып жатқан кезінде іліп қалып сізге тоқуға, ары қарай тоқуға кедергі болады. Және де иран жіп, егер иран жіп бар болса, сізде иран жіппен де тоқуға болады. Иран жіппен де тоқыған өте ыңғайлы. Иран жіпті 2 қабат етіп тоқисыздар. Бір жіппен емес, бір қабат слишком тонкий болады, сол үшін сіз 2 жіп 2 қабат етесіз. Енді мына жібіміз алып, бірден тоқып бастайық. Табанымызды аламыз да, табанның. Және де крючоктың номерін айтайын. Крючоктың номері менде 3 номерлі крючокпен тоқисыздар. Кез келген жерінен осылай мынау табанымыздағы тесікке кіріп, яғни косичкасына кіріп, табанның косичкасына деп айтайын. Сол табанның косичкасына кіріп, осылай жібімізді іліп алып шығарамыз. Міне осылай іліп алып шығардым. Мынандай жібіміз кішкене ұзындау болу керек. Сосын столбик без накид тоқимыз. Міне, бір тоқып алдым. Енді осы мынау тоқығанның ішіне тағы да бір рет столбик без накид тоқимыз. Каждый косичканың ішіне 2 реттен столбик без накид тоқып шығамыз, яғни. Мына бізде табанымыздағы тұрған косичкалар тұр ғой, жіппен белгіленген. Солардың ішіне, әрқайсысының ішіне 2-2-ден столбик без накидтер тоқып шығамыз. Барлығына 2-2-ден столбик без накид. Міне, біріншісін тоқып болдым, мынау екіншісін тоқимын. Мына бізде тапочкилардың каждый өзінің несі тұр ғой, дайын петлялары, дайын косичкалар, соның ішіне кіріп, каждыйына әрқайсына 2-2-ден столбик без накидтер тоқып шығамыз. Міне мен біріншісін тоқыдым, екіншісіне кірдім. Қайтадан сол косичканың ішіне екіншісін тоқып жатырмын, столбик без накид. Барлық осындай косичкаларда 2-2-ден столбик без накид тоқимыз. Қыздар, столбик без накидті білесіздер. Мынау неде крючокта 2 жіп арқылы тоқимыз. Осыны айналдырып, осылай алып келіп, мына жағына дейін өзіміз тоқимыз. Қыздар, сіздер уже білесіздер, столбик с накидом без накида қандай екенін. Міне мен айналдырып алып келіп тоқыдым. Енді жалғастырушы петлямен бұл қаттарды аяқтаймыз. Мына жерде біз бағана ең бірінші рет, алғашқы рет алған жердегі мынау косичкамыз бар ғой, соған кіреміз да столбик без накид, кешіріңіздер, жалғастырушы петля арқылы аяқтаймыз. Сосын мына жібімізді осылай созып тұрып, ортасына мына жібімізді кіргізіп, тартып, бұл аяқтаған кезінде осылай аяқтаймыз. Тартып, осылай жақсылап тартып жібереміз да, жібімізді кесеміз. Қыздар, мен балаларымның арт жағында сөйлеп жатқанға мән бермеңіздер. Тек назарларыңыз осыны қалай тоқу керек, түсіндіру сол жағында болсын. Мен баламен болғандықтан, мен түсіру барысым осындай болады. Ал енді ренжімеңіздер, не жазсаңызда да комментарийға. Ал енді соны мен осылай тоқып, кесіп, сосын мына жіпті біз алдыңғы жағын тоқимыз ғой, қазір тұмсық жағын бәрін тоқып боламыз ғой, тапочкиді бітіп. Сол кезде мына жіпті орталарына кіргіземіз. Енді келесі этап бізде мынау нені тапочкиді тура ортасынан осылай бөлеміз да, тура центрін көзбен есептеп осылай белгілеп аламыз. Бізге мынандай маркерлер қажет болады. Маркерге арнайы маркер, немесе мен сияқты заколка, не болмаса түйреуіш болсын бола береді. Осылай тура ортасынан центрін көзбен есептеп алдым ғой, сол жерін маркермен белгілеп қоямын. Енді мына маркерден солға қарай санаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ші косичкаға келемін да, мынау маркерімді белгілеп қоямын.
маркер тұрған косичкадан бастап санадым қыздар. Сол жерден бастап 8 деп санадым. 8-шісін осылай белгілеп қойдым. Осылай белгілеп қоямыз. Енді қазір біз оң жағында солай санаймыз. Маркердегі косичканы қосып санаймыз. Енді оң жағын тоже маркерден бастап санайсыздар. Маркер белгіленген косичканы бастап санап, 8-ші косичкаға келген кезінде сол жерге қазір жібімізді кіргізіп, іліп алып, яғни тоқып, нені тоқып бастаймыз. Звездочкамызды тоқып бастаймыз, жұлдызымызды. Жібімді алдым, жаңағы 8-ші деп белгілеп ұстап тұрған косичкама кірдім да, осылай іліп алып шығарып алдым жібімді. Енді кіргізіп шығарып алдым. Енді іліп бір столбик без накид тоқимын да, сосын тағы да бір ауаға бір босташы тағы да біреуін тоқып жіберемін осылай. Столбик без накид деп қателесіп кеттім. Былайша айтқанда екі рет ілінді бұл жерде. Екі босташа тоқыдық ауаға. Енді накид аламыз, столбик с накидом тоқимыз. Яғни мен неге крючокқа жалғасып тоқитын жіптен осылай крючокты іліп алдым. Енді арқарай столбик с накидом тоқимыз. Мынау бізде тұрған, қазір мен түсініп айтайын, мынау ауаға 2 рет босташа тоқыған жаңағы мынау косичкамыз ғой. Соның қасындағы келесі косичка мынау бізде. Сол косичкаға кіреміз. Бұны мен жанындағы косичка деп айтайын, сендерге түсінікті болу үшін. Келесі емес, жанындағы. Яғни тура соның қасындағы келесі косичканы жанындағы деп айтайын сіздерге. Осылай столбик с накидом іліп алып шығарамыз да, сосын қайтадан жаңағы неге косичкаға 2-ші рет столбик с накидом тоқимыз. Міне осылай. Бір косичканың ішінде 2 столбик с накидом. Енді келесі мынау жанындағы косичка келесі бізде. Бұны біз алмаймыз, тастап кетеміз да. Одан кейінгі келесі косичкаға кіреміз. Одан кейінгісіне ортасында бір косичка қалады ғой мына жерде. Одан кейінгі келесісіне кірдік та. Ол жерге столбик с накидом 2 рет тоже. 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Жаңағы неге? Мынау бізде жанындағы, одан кейін келесі. Сол келесі косичкаға кіреміз. Ортасында бір косичка қалады. Түсіндіре алған шығармын, міне осылай соған кіріп, столбик с накидом тоқимыз 2 рет. Міне осылай бізде крючокта 2 реттен алынған накидтердің топтамасы тұрады. Енді тағы да жанындағы емес, одан кейінгі келесі косичкаға, ортасында бір косичка қалдырып, одан кейінгіге тағы да столбик с накидом 2 рет. Сол косичканың ішіне 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Сонымен бізде крючокта 3 топтама болады. Міне қазір мен бір рет кірдім ғой, енді қайтадан сол косичканың ішіне 2-шісін кіріп тоқимын. Міне. Сонымен қазір 3 с накидом болды крючокта. Енді мына жібімізді осылай крючокты қазір мен іліп алдым ғой, міне осылай іліп алдым ғой. Енді соның астындағы мына жіпті осылай ұстап отырамыз, қолға осылай іліп алып ұстап отырамыз да. Сосын жібермейміз жаңағы мына ұстап отқан жіпті. Сосын осыны осылай тартып тұрып, мына крючоктағы накид жіптерді арасынан өткіземіз. Осылай бір-бірден өткізсеңіздер де болады, бәрін бірақ өткізсеңіздер де болады, өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай. Міне, енді бағана ұстап тұрған мынау жіп бар емес па? Соны осылай крючокқа іліп аламыз да, сосын мына жіпті тартамыз. Тартқан кезде мынау бізде жиналады. Крючокта 2 жіп болады. Енді соған столбик без накид тоқимыз. Міне осылай бір алып ілдім, одан кейін тағы да крючокты жіпке айналдырып, екеуінен бірақ айналдырдым. Енді ауаға 2 босташа тоқимыз. 1, 2. Крючокты айналдырып, мына тұрған көз бар ғой, мына көз. Соның ішіне кіріп, столбик с накидом 2 тоқимыз. Біреуін өткіздім, енді 2-шісін өткіздім. Енді келесі столбик с накидымды біз қазір мына жерде соңғы мына көзге, мына соңғы накид бар ғой, қазір көрсетем. Мына соңғы накид. Қазір мен алып тастайын, маркерді кедергі болады. Мына біз соңғы рет тоқыдық қой накид.
екі рет соның ішіне кіреміз, сол соның косичкасының ішіне кіреміз. Міне мынаған кіреміз. Міне осының ішіне кіріп, екі рет столбик с накидом тоқимыз. Сонда бізде алдын бағана тоқыдық қой, 2 столбик с накидом. Сонымен 4 столбик с накидом болып кетеді. Бізде бұл осылай тәсілмен, бұл осы бірінші қатарда солай тоқимыз, ал алдыңғы екінші, үшінші қалған қатарларда оңай болады. Қазір бастамасы осылай болады. Міне тоқыдым. Енді мынау бізде келесі жанындағы косичка, оны тоқымаймыз. Бұны тастап кетеміз да, арасында бір косичка қалу керек. Мынау келесі, одан кейінгі косичканы алып тоқимыз. Ол жерге 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Ортасында бір косичка қалу керек. Міне 2 рет столбик с накидом. Жіп кішкене ыңғайсыздау, бағана ескертіп айтқандай, мынау жіптер іліп қалады деп, сым сияқты жылтырлары кішкене кедергі болып жатыр маған. Сосын мына жіпті ұстап отырамыз да, и ортасынан осылай өткіземіз. Барлығын солай өткіземіз да, сосын мынау тұрған, жаңа ұстап тұрған жіп бар емес па, соған крючокты соған кіргізіп тартамыз жібімізді. Сосын бізде крючокта 2 жіп қалады, 2 ілмек. Соны столбик с накидом етіп тоқимыз. Мына. Қазір мен мынадан бір аламын. Сосын крючогымды жіпке тағы бір айналдырып алып, екеуінен бір аламын. Енді тағы да ауаға 2 бос торша, 1, 2. Мынау тұрған көзге, тура соның астындағы көзге 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Кешіріңіздер, кішкене ыңғайсыз болып тұр. Мына 2 рет столбик с накидом. Мынау екіншісі. Енді келесі столбик с накидомды біз, мен бағана айтқандай, соңғы накидтің косичкасына тоқимыз. 4 столбик с накидом болып кетті деп айттым ғой бағана. Соған тоқимыз. Содан кейін, міне бір косичканың ішінде, сонда бізде 4 столбик с накидом болып кетті. Енді крючокты тағы да айналдырып, келесісін біз ортасына бір косичка қалдырып тоқимыз. Яғни мына жерде келесі жанындағы косичка емес, бір оны тастап кетеміз да, одан кейінгі келесіге кіріп тоқимыз. Ортасында бір косичка қалып отырады. Соған кіріп, міне осылай столбик с накидом 2 рет тоқимыз бір косичканың ішіне. Сосын жібімізді жаңағындай ұстап отырып, үшеуінен өткіземіз. Осылай ұстап аламыз мына жіпті, сосын іліп аламыз да мына жағынан. И осы үшеуінен өткіземіз. Осы жерлер кішкене бастамасы сіздерге пока түсінгенше, кішкене болсын қиындау болады, бірақ сіздер үйреніп кетесіздер. Мұны видеода көргенде мен жіпім нетіп жатыр, іліп қалып кішкене кедергі болып жатыр. Оның үстіне мен қазір камераның үстінден қарап отырғаннан кейін кішкене өзіме де ыңғайсыз болып тұр. Мінекей. Енді өткіздім, енді мына жіпті алып, осылай тартамыз, сол кезде жиналады. Сосын столбик без накидом тоқимыз. Мен мынау біреуінен бір алып алам. Одан кейін крючокты айналдырамын да, жіпке екеуінен бір-ақ аламын. Кішкене жүйкеме тиіп жатыр, осылай іліп қалып, түсіндіру барысында уақытты көп алып жатыр. Міне осылай. Тағы да ауаға 2 бос торша. Сосын крючокты айналдырып, мынау көзімізге кіреміз. Өзі көз көрініп тұрады, бақырайып дәу тесігімен. 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Сосын накид, одан кейін, қазір мен немді алып тастайын. Одан кейін бағана айтқандай, соңғы, не тұр ғой. Бір косичканың ішіне 2 рет кірдік қой біз соңғы накид мынау. Соның ішіне тағы да кіреміз, сонда бізде 4 накид болып кетеді. Мына осының ішіне кіреміз, 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Енді тағы да крючокты айналдырамын да, енді ортасына бір косичканы қалдырып кетемін. Мынаған емес, одан кейінгі косичкаға кіріп, столбик с накидом тоқимын. 2 тоқимын бұл жерге де. Біреуін тоқыдым, енді екіншісін тоқимын. Косичкаларыңызды мұқият қарап отырып тоқыңыздар, кішкене жіңішке болған кезінде көрінбей қалуы мүмкін. Сосын мына астындағы мына жіпті ұстап отырып, осылай барлығын өткізіп алып, іліп алып шығарамын. Іліп алып шығарып, сосын мына жіпті ұстап тұрған жіпке
кіргіземін, крючогымды сосын тартамын. Тартқан кезде жиналады. Одан кейін столбик без накид тоқимын. Мына біреуінен бір шығарып аламын, одан кейін екеуінен бірге бір-ақ шығарып аламын. Енді біз сонымен аяқтаймыз. Енді аяқтауға келіп қалдық. Мынау жанындағы келесі сол қасындағы косичкаға кіріп, столбик без накид тоқимыз. Енді мына жібімізді маркермен белгілеп қоямыз. Ортасына өтіп кетпес үшін, сөгіліп кетпес үшін осылай жинап қойып қоямыз. Осылай тұрады. Енді біз келесі екінші қатарымызды тоқып бастаймыз. Келесі енді біз мына жібімізді осылай қойып аламыз да. Кішкене кеңдеу етіп, осылай қойып қоямыз. Бұны біз қазір мына жұмысшыларымызды тоқыған кезінде арасына алып кетіп тоқимыз. Яғни ортасына бірге кіргізіп жібереміз. Жібімізді осындай мөлшерде алып, енді екінші қатарды тоқып бастаймыз. Екінші қатарда кішкене оңайлау және басқашалау. Дәл жаңағындай тоқимыз столбик с накидом. Қазір міне көрсететін боламын. Оңай болады екінші қатарда. Мынау 1, 2, 3 косичкамызды санаймыз. Міне мынау 1. Мінекей. 1, 2, 3. Осы үшінші косичкаға кіріп, мынау жібімді іліп алып шығарамын. Іліп алып шығарып, мына жібіміз осылай кең болып тұру керек болады, қатты қысып қалуға болмайды. Мынау егер қатты ұзын болып кеткен сияқты, мынау кішкене әлде қысқартсаңыздар болады. Іліп алып, сосын бір рет өткіземін, сосын тағы да бір бос-торша тоқимын. Міне 2 рет. Ауаға 2 бос-торша тоқылды. Енді накид аламын. Жанындағы, келесі косичка қасындағы бар ғой, жаңа ауаға бос-торша тоқыған косичка емес, соның қасындағы косичка соған кіріп, столбик с накидом аламын да, тағы да крючокты іліп алып, дәл жаңағы косичкаға кіремін. Бір косичканың ішіне 2 рет столбик с накидом тоқыдым. Мына осылай аламыз. Енді келесі столбикті біз қазір мына қатарды бастаған кезде бағана біз ауаға бос-торша тоқыдық қой. 2 бос-торша тоқыдық бағана мына қатарды бастау үшін. Соның косичкасына тоқимыз. Ауаға алған 2 бос-торша тоқыған жаңағы ненің столбиктің косичкасына тоқимыз. Оғанда 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Біріншісін тоқыдым, міне қазір екіншісін. Нелеріңіз, косичкаларыңызды қарап, мұқият қарап отырып алып тоқыңыздар. Міне бір косичканың ішіне 2 рет столбик с накидом тоқыдым. Енді келесі столбикті мынау тұрған өзі көрініп тұрады, жұлдызымыздың жартысы. Соның домалағына кіреміз, соның көзіне кіреміз. Бұл жерге де 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Міне, сонымен бізде крючокта 3 столбик с накидомның топтамалары шықты. Енді мына жібімізді ұстап тұрамыз да, қолымызбен жібермейміз. Сосын мынау крючоктағы барлық ілмектердің ортасынан алып шығарамыз мына жібімізді. Сосын мынау бағана біз ұстап тұрған жібімізді крючокқа ілеміз да, жалғастырып тоқитын мынау жібімізді тартамыз. Сол кезде жібіміз жиналады. Сосын столбик без накид тоқимыз. Мінекей осындай тәсілмен тоқимыз. Келесі тағы да ауаға 2 бос-торша накид, мынау көздің ішіне кіреміз. Осы көздің ішіне кіреміз, 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Накид тағы да крючок жіпкелеп аламыз да, келесі көзге кіреміз. Мына көздері өзі көрініп тұрады, үлкен-үлкен болып. Оғанда 2 рет столбик с накидом, барлық көздерге 2 рет столбик с накидом тоқып шығамыз. Мына үшінші көзімізге 2 рет столбик с накидом. Сосын астынан мына жіпті ұстап тұрып, осылай ортасынан өткізіп, арасынан өткізіп шығарып аламыз. Накидтердің арасына. Менің жібім кішкене ыңғайсыздау, осы іліп қалып жатыр. Оның үстінен еще камераға тоқығаннан кейін ыңғайсыз қалып жатыр. Сосын мынау жібімізге кіргізіп, крючокты осылай тартамыз. Ары қарай оңай, осылай қайталанып тоқи береді. Қазір мен аяқтайтын кезіндегі жерін көрсетейін деп отырмын сіздерге. Ол жерде кішкене басқаша болады бұл қатарда. Бұл қатардан ары қарай басқаша болады. Қазір мынау көзге кірдім. 2 рет столбик с накидом тоқыдым екінші көзді. Енді үшінші көзге кіріп, тағы да 2 рет столбик с накидом тоқимын. Сосын жібімді ұстап тұрамын да, барлық накидтердің, ілмектердің ортасынан іліп алып өткізіп шығарамын.
міне ұстап тұрған жіптің ортасынан кіргізіп осылай жалғастырып тоқитын жіптен негізгі жіпті тартып алдым. Сосын столбик без накид тоқыдым осылай. Тағы да ауаға 2 бос тұрша, мынау немізді аяқтайтын жерге келгенше осылай тоқимыз қазір. Екінші көзді 2 рет столбик с накидом, одан кейін үшінші көзді столбик с накидом, үшінші көзі міне аяқтауға жақындаған кезінде сол жерге келеді. Енді крючокта 3 накид болды. Жібімізді ұстап тұрып, тағы да дәл жаңағыдай іліп алып шығарып ортасынан жібереміз. Мұны осылай тартамыз. Одан кейін столбик без накид. 2 бос тұршы ауаға. Мұны қараңыздар, осындай және кеп қалдық. Енді крючокты іліп аламын. Астымыздағы көзге кірдім. 2 рет столбик с накидом. Одан кейін екінші көзге кіремін. 2 рет столбик с накидом. Енді мынау маркерге ілініп тұрған жіп бар ғой, осыны бірінші іліп аламыз, ортасына кіріп, содан кейін барып маркерді аламыз. Маркерді аламыз да крючокқа накид жіпті іліп алып, мынау тура мына не бар ғой, столбик соның астындағы крючокқа кіреміз. Міне сонымен 3 болды. Енді тағы да накид аламыз да ортасына бір косичканы қалдырып, одан кейінгі келесі косичкаға тоқимыз. Міне бір косичка қалдырдым да, одан кейінгі келесі косичкаға столбик с накидом, 2 рет столбик с накидом тоқимын. Міне. Енді бізде қараңыздар, мына жерде 4 топтама болды. Столбик с накидомның 4 топтамасы. Осының 4-еуінен бірақ жібереміз. Одан кейін мына бағана ұстап тұрған жібімізге кіріп, тартып, крючогымызды, жібімізді тартып, осылай крючоктағы 2 столбикке без накид осылай тоқимыз. Міне осылай аяқталады. Қазір міне енді 2 ауаға, осыдан арғай осылай дәл осылай тоқимыз. Ауаға 2 бос тұрыша тоқып, одан кейін қасындағы, жанындағы, келесі косичка жанындағы соған столбик без накид тоқып қоямыз. Міне жанындағы неге косичкаға кірдім да, столбик без накид тоқыдым. Сосын осы нені жібімізді, осы жібімізді маркермен белгілеп, ары қарай кетіп қалмас үшін осылай белгі қойып қоямыз. Ары қарай енді тоқылу, жоғарыға көтерілу дәл осылай тоқылады. Мен сіздер үшін тағы да қайталап тоқылуын көрсетемін, осы бір қатарын. Одан кейін келесі ары қарай тоқылатын қатарлардың бәрі осылай тоқылады, осылай аяқталады. Тағы да мына жерден 3 косичка санап, 1, 2, 1, 2, 3, міне осы 3-ші косичкаға кіріп, мынау жібімізді іліп алып шығарамын. Жібіміз кішкене кеңдеу болып тұру керек, тоқаған кезде тартылып қалмас үшін. Сосын іліп алғаннан кейін 1 рет тоқимын, сосын тағы да 2 рет 2 столбик ауаға бос тұрыша тоқыдым. Сосын іліп аламын накид крючокты, сосын жанындағы, қасындағы косичкаға кіріп 2 рет столбик с накидом тоқимын. Жанындағы, қасындағы. Яғни біз ауаға 2 рет столбик с накидом деп тоқыған косичка емес, соның қасындағы, жанындағы косичкаға тоқимыз. 2 рет столбик с накидом. Одан кейін мынау бағана ауаға бос тұрыша тоқыған не бар ғой, соған кіріп осылай 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Одан кейін тағы да крючокты жіпке айналдырып, мына жердегі көзімізге кіріп, жұлдызшаның жартысына кіріп, 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Сосын жібімізді осылай ұстап тұрып, іліп алып шығарамыз нелерімізден, накидтеріміздің ортасынан. Ары қарай оңай қыздар, мен кішкене тезірек тоқуға тырысамын, бұл қатарда сіздерге түсіндіріп отырып. Осылай іліп алып шығарамыз араларынан. Сосын бағана ұстап тұрған жіпке кіріп, жіпті тартамыз, негізгі жіпті. Сосын столбик без накид тоқимыз. 2 рет ауаға бос тұрыша, мұны астымыздағы көзге 2 рет столбик с накидом. Одан кейін накид, тағы да келесі көзге 2 рет столбик с накидом. Одан кейін накид деп, мына крючокты жіпке іліп алып отырып, соны айтып жатырмын, накид деп. Одан кейін осылай барлық крючоктағы накидтерді іліп алып, осылай шығарып, тартып отырып, столбик без накидті тоқимыз.
тағы да ауаға 2 бос-тұрыша, крючоктың астымыздағы көзге, одан кейін келесі көзге, одан кейін келесі 3-ші көзге. Осылай столбик без накидтерді тоқып отырамыз. Іліп алып шығардым. Оңай, ешқандай қиыны жоқ негізі қыздар. Және де тоқылуы тез, әдемі ғой еще. Сондай оңай, әдемі, еще тоқылуы тез. Бір күнде 4-5-ін тоқып тастауға болады. Бір тоқығаннан ақ уже түсініп аласыздар сіздер. Оңай еткені. Тек жібіңізді ыңғайлы етіп, ыңғайлы жіптен таңдағандарыңыз дұрыс болады. Мынандай менікі сияқты емес. Егер опыт бар, ой, тоқи алам десеңіздер, ол да болады тоқи біреулеріңізге. Мінекей. Осылай алып тоқыдым. Араларынан кіргізіп алып шығып жатырмын. Сосын ұстап тұрған жіптің ортасына кіріп, столбик без накид тоқыдым. Тағы да ауаға 2 рет бос-тұрыша, астымыздағы көзге кіреміз, 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Одан кейін келесі көзге кіреміз, мынаған 2 рет столбик с накидом. Енді мынау маркер тұрғанға жіпке кіріп аламыз бірінші, содан кейін барып маркерді алып тастаймыз. Одан кейін сол маркер тұрған не бар ғой, тоқылғанымыз, соның астындағы содан шығып тұрған косичкаға кіреміз. Соған 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Сосын тағы да накид аламыз да, ортасына бір косичканы қалдырып, мынаған емес, келесіге косичка, бір косичка қалдырып, оған 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Міне, осылай аяқталады аяқталулары. Енді ары қарай дәл осылай тоқып аяқтайсыздар. Мінекей 4-еу болады. 4 топтама столбик с накидом. Сосын мына жерін ұстап отырып, 4-еу болғандықтан кішкене ыңғайсыз болады. Ұстап отырып, осылай іліп алып, ортасынан шығарамыз. Мінекей. Жібімізді тартып, одан кейін міне столбик без накид тоқыдым. Одан кейін 2 рет ауаға бос-тұрыша алып, одан кейін жанындағы, келесінің жанындағы косичкаға столбик без накид тоқимыз. Столбик без накид тоқимыз бұл жерге. Ары қарай солай тоқып кетеді. Сосын мынау жібімізді маркермен ұстатып қоямыз. Қыздар, ары қарай өзіміз осылай тоқимыз, көтеріліп, өзіміздің керекті размерге дейін. Оңай, осылай. Егер түсініксіз болып жатса, артқа қарай матат етіп, қарап тоқсаңыздар болады. Міне қараңыздар, осылай жұлдыздар көрініп бастайды. Ары қарай өзіміз тоқимыз, одан кейін уже аяқталады. Аяқталуында бір көрсетіп жіберемін. Мінекей қыздар, аяқталып бітті. Менде осындай қатар болып шықты. Өзіміздің керекті қатарға дейін тоқып біттім. Енді аяқтайтын кезінде мынандай етіп жібіміз қалады ғой. Сол жіптің ортасына мынау негізгі жібімізді ортасынан өткіземізді. Одан кейін қайшымен кесіп, сосын мына жерлерімізге заправить етіп жасырып қоямыз жібімізді. Сонымен біздің тапочкиіміз аяқталды. Ал қыздар, енді сіздерге менің тегін мастер-класс сабақтарым ұнап жатқан болса, қолдап лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар.